B квадрат теңдеулер. А көбейтілген x-тің екен дәрежесі қосылған b көбейтілген x-тің n дәрежесі қосылған с тең 0 түріндегі теңдеулерді B квадрат теңдеулер дейміз. Мысалы, x-тің 8 дәрежесі минус 13 x-тің 4 дәрежесі плюс 12 тең 0. Бұл B квадрат теңдеу. Бұндай B квадрат теңдеулер шешу үшін жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарамыз. Яғни x-тің 4 дәрежесін m деп белгілесек, онда x-тің 8 дәрежесі m квадрат минус 13 m плюс 12 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуге келеді. Бұл квадрат теңдеудің түбірлерін табатын болсақ, бір түбірі 1-ге, бір түбірі 12-ге тең болады. Бірінші түбірін апарып m-нің орнына қоятын болсақ, онда x-тің 4 дәрежесі тең 1-ге, бұдан x-тің бірінші, екінші түбірі минус плюс 1-ге тең болып шығады. m-нің екінші мәнін апарып қоятын болсақ, онда x-тің 4 дәрежесі 12-ге, бұдан x-тің үшінші, төртінші мәні минус плюс 4 дәрежелі түбірасында 12-ге тең болады. Сонда жалпы B квадрат теңдеудің түбірлері минус 4 дәрежелі түбірасында 12, минус 1 плюс 1 және 4 дәрежелі түбірасында 12 деген сандар жиыны болып шығады.